Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ыдыс жуатын губкалар мен танымдық ойындардың топтамасын көрсететін боламын. Бұл балалардың зейінін, ойлау қабілетін және түстерді қабылдауды дамытуға арналған түрлі ойындарды ойлап құрастыруға болады. Және де ұсақ моторикаға пайдалы. Алдымен балалар көбіктеріне балама ретінде қолданамыз. Үлкен мұнаралар тұрғызу үшін губкаларды бір үстіне бірін қойып ойнаймыз. Ал енді зейінін дамыту үшін алдымен өзіміз құрастырып, кейін балаңызға сол қатар-қатар құрастырып шығуын сұраймыз. Губканың көмегімен балаға рет-ретімен қоюды үйретуге және түс бойынша сұрыптауға тапсырма берсеңіз болады. Үшінші әдісімізде бізге тіс таяқшалары мен губка қажет. Өз фантазияңызға қарай түрлі жанрлар мен кез келген үй құралдарын ойлап тапсаңыз болады. Төртінші әдісімізде түрлі пішіндерге бөліп, балаларыңызды пішіндермен таныстырсаңыз болады. Ал ер балаларға машинаға гараж ретінде қолдансаңыз болады. Осындай қызықты видеоларды көргіңіз келсе, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.